Атом энергетикасы еліміздің тұрақты болашағының бір бөлігі. Осындай тақырыппен Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде дөңгелек үстел өтті. Жиын барысында жұмыс штабының мүшелері, ұстаздар қауымымен және студенттермен кездесіп, атом электр станциясының маңыздылығына тоқталды. Ғалымдардың айтуынша, көмір мен мазут жағу арқылы алынған электр қуатының қоршаған ортаға кері әсері көп. Сондай-ақ күн мен жел судан өндірілген электр энергиясының өнімділігі төмен. Ал дәл қазіргі сәтте мемлекеттің тұрақты даму үшін атом энергиясы қажет. 1 килограмм уран атомдық реактордың ішіндегі қаншама энергия береді жылу. Ол салыстырмалы түрде айтқан уақытта 100 тонна көмірді жаққандағы шыққан энергияға тең, не болмаса 60 тонна мазутты мұнайды жаққан кездегі шыққан энергияға эквивалентні, тепе-тең.